сәлем сәлеметсіңдер. Бүгін алтын жемістердегісін айтып беретін боламын. Өткен заманда бір патша болыпты, және оның 3 ұлы болыпты. Ол 3 ұлын шақырып айтады екен: кім маған әлемдегі ең алтын жемісті алып келеді, мен саған байлығымның жартысын беремін дейді. Содан кейін оларға қомақты ақша мен дорба беріп жібереді. Олар 1,5 жыл кетеді, және олар үшеуі де бірге қайтып келеді екен. Бірінші ұлынан әкесі сұрайды: сен маған не алып келдің дегенде, мен сізге әрі алтын, әрі сізді қарт етпейтін жүзім алып келдім дейді екен. Содан кейін сенікі жарайды. Содан кейін екінші баласына келеді: сен маған не алып келдің дегенде, мен сізге 1 дорба жеміс алып келдім, алтын жеміс алып келдім, сіздікі де жарайды, сенікі де жарайды дейді екен. Содан кейін үшінші баласына айтады: сен маған не алып келдің дегенде, мен сізге ештеңе алып келген жоқпын, мен сіз берген ақшаға өзіме мол білім жинадым дейді. Сонда әкесі разы болып кетіп, жарты байлығын ұлына береді. Өйткені білім барлығынан қымбат. Сол үшін әкесі жарты байлығын 3-ші ұлына берді. Сау болыңыздар!